Ауызда еритін жұмсақ әрі аз уақытты талап ететін пирожныйлар әзірлегіңіз келсе, дәл осы видеоның соңына дейін қараңыз. Мен сізге өзімнің жасау тәсілімен бөлісетін боламын. Бұл пирожный өте аз уақытты талап етеді, әрі дәмі өте керемет. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Видеоның соңына дейін қарап, лайк басып кетіңіздер. Бұл пирожныйды жасау өте оңай. Алдымен бізге 3 жұмыртқамызды миксердің көмегімен кішкене көбіртіп алу қажет. Міне осылай аппақ болған кезде 370 граммдай қойылтырылған сүт қосатын боламыз. Содан соң 180 граммдай ұн және де біраз қасық қопсытқыш, яғни разрыхлитель қосатын боламыз. Барлығын жақсылап араластырып, міне осылай масса болады. Содан соң қызып тұрған пешімізде 180 градуста 25-30 минуттай пісіріп аламыз. Міндетті түрде пештеріңіз қызып тұрған болуы қажет. Қызбай жатып салмаңыздар. Көріп тұрғандарыңыздай жұмсақ. Сары майымызды ерітіп алып қойыңыздар. Мен видеода сол сары майды құйған жерім онша көрінбей қалды. Сол себепті мен видеода көрсете алмай қалдым. Сары майды ерітіп қойыңыздар. Кремдерін өз қалауларыңыз бойынша жасауларыңызға болады. 33% сливки мен творожный сыр қосуға да болады. Не болмаса заварной крем дайындап алып, осылай заварной кремді аз-аздан салып барып, сливки мен бірге бір масса дайын болғанға дейін араластырып аласыздар. Бұл бізде пломбир крем болады. Дәмі өте керемет, әрі жұмсақ болып шығады тортыңыз. Мен осы рецептті қолданамын, осы кремді қолданамын үнемі, өйткені бізде балалар өте қатты жақсы көреді. Мен корждарды алдымен 3-ке бөліп алдым. Содан соң барып, әр коржды ортасынан бөліп шықтым. Барлығы менде 6 корж болып шықты. Осылай пирожныйларымыздың арасына кремді жағып, бөліп алдым. Содан соң үстіне өз қалауларыңыз бойынша сәндесеңіздер болады. Мен шоколадпен сәндеп шықтым. Шоколадты арнайы кондитерлік мешокқа салып, ерітіп алдым, ыстық суға салып. Содан соң үстінен осылай қойып шықтым. Қалауларыңыз бойынша үстіне қалаған жеміс-жидектермен безендірулеріңізге болады. Мінеке біздің пирожныйларымыз дайын. Балаларға өте қатты ұнайды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Жасауға мен кеңес беремін. Жұмсақ, ауызда еритін торт болады. Каналға жазылып, лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Егер де сұрақтарыңыз болса, комментарияға міндетті түрде қалдыра кетіңіздер. Мен әрбір комментарияны оқып, міндетті түрде жауап беретін боламын. Сіздерге тағы да қандай рецепт түрлерін бөліскенді қалайсыздар, сол туралы да комментарияға өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер.